алғысын білдіру үшін біздің елімізде жыл сайын осы наурыз айы менен аяғы менен сәуір айының бас кезінде бүкіл ел жиналып тасаттық деген ата бабадан қалып келе жатқан бір ізгі жобалы іс бар. Сол іске жыл сайын біз қатысамыз. Елдің барлығы осы жерге келеді. Мынау өткен жылдан аман есен шығып, өз үйінің, бала шағасының аманшылығы, малының берекесін беретін тілеуін тілеп, Алладан аспаннан беретін жаңбыр, жерден өнетін өнімнің негізін қалайтын жаңбыр сұрап, осында жиналамыз. Бүкіл ел болып жақсы тілектер айтамыз. Бір-бірімізбен кездесіп, қауышып, аманшылығымызды беріп, жөн сұрасып тұрамыз. Үлкен осындай біздің елімізде қалыптасқан. Мінекей бүгін сол кезекте нені өткізіп отырмыз. Елдің бірлігін беру үшін, халықтың ынтымағын, ықыласын беру үшін, Қазақстанның тәуелсіз егемен еліміздің келешегі үшін халықтың осындай басын қосып, бір Алланы еске алып, Құран оқып, тілек тілеп жату әрбір мұсылманның борышы. Біз сол өзіміздің сол тілегіміз үшін жиналдық. Мінекей халықтың бәрі келіп, қазір осында азаннан бермен қарай қаншама халық келді, қаншама ас ішіп, қаншама тілек айтылып жатыр. Алла осы тілектің бәрін қабыл етсін. Жақсылық болсын, аманшылық болсын, елдің бірлігі болсын. Амин. Адамдардың жиналғаны қанша Алейкумассалам. Ауылымыздың ауызбіршілігін ынтымағының арқасында. Осының барлығы да құраса ауылдың халқының ауызбіршілігінің айнасы. Қанша адам мына жасатқан дастархан шыққан, жайып жатқан дастархан, беріп жатқан астарын құраса, осы елдің шын ықылас пейілі, қарапайым халықтың тиындар жинаған садақасы. Тасаттық дейміз. Тасаттық өзі араб тілінен аударғанда тасаддық, яғни Алла разы болсын берген дүние деп айтылады деген ағайындар. Құдай ел жұртымыздың сол Алла разы болсын беріп жатқан қайыр ихсан садақалар қабылған болған болсын. Ел жұртымызға Алла тағала аманшылық, тыныштық берген болған болсын. Мал жанымызға береке, егінімізге береке берсін дейміз. Құдай қаласа. Ең бастысы ауызбіршілік ынтымақ болсын ағайындар. Құдай қаласа сол беріп жатқан асымыз, ниетіміз қабыл, мұратымыз асыл болсын. Амин. Alhamdulillah Rabbil Alamin қалам іші жарқы дастарханы байлығын берген соңғы кетпес дәулет кепер бер ендігі жылы наурызға ойлап тұсымен аман есен еліміз тез бізге